Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін қарақамықтан жасалған көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт өте оңай, бұл көже өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: қарақұмық, сәбіз, картоп, сұйық май, пияз қажет болады. Алдымен пиязды жарты дөңгелекше етіп турап алатын боламыз. Одан кейін картопты видеодағыдай төртбұрышты етіп турап аламыз. Сәбізді үлкен үкіштен өткізіп аламыз. Көжені дайындауды бастайтын боламыз. Ол үшін кастрюлямызға кішкене сұйық май, пиязды қосып араластыра отырып, кішкене қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін сәбізімізді қосып 5-10 минуттай қуыратын боламыз. Сәбізіміз бен пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне су құйып, суымыз қайнағаннан кейін тұзын салып, үстіне картопымызды, гречкамызды салып, баяу отта қақпағын жауып пісіретін боламыз. Көжеміз шамамен 30 минут аралығында пісетін болады. Өздеріңіз қарап отырасыздар. Картопы, гречкасы, яғни қарақұмығы дайын болғанда көже де дайын болады деген сөз. Мінеке көжеміз осылай болып шығады. Дайын болған көжеге укроп қосып берсеңіздер де болады. Өте дәмді. Барлықтарыңызға жасап көруді ұсынамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.